Ассалаумағалейкум. Америка құрама штаттарының Калифорния штатынан мынау Тахойо көлінің паркінен Тахойо Сити маңынан баршаларыңызға сәлем. Бұл бір ерекше табиғатқа бүгін шаруаларымыздың айлағанымен келіп қалдық. Өте әдемі табиғат. Көкшетауды еске салады. Көкшетауды. Қазақтың алтын Көкшетауын сағынасың. Тастар, табиғат, бәрі сол. Үйген тас бәрін еске салады. Әттең. Тағы да ау қызғыш көз. Сені көлден айырған, лашын құстың тепкіні мені елден айырған хан Жәңгірдің екпіні дегендей. Сол қасиетті қазақ жерінде тұрып, қазақ жерінің қызығын көруге жазбаған бейшара қалың қазақты еске алып, мынау Американың мына табиғатын көріп отырып бір нәрсе еске келеді. Бұл жерді де жаратушы кезінде сол маяларға, астектерге, яғни кейін ел жұрт шатысып, Indian people деп атап кеткен сол халыққа несіп қылды. Бірақ ол халық неден екен бұл жердің мәңгілік қожасы бола алмады. Енді қараңдар. Ендігі қазір бұл жердің қожасы кәдімгі еуропалық нәсілді. Солар осыған келді. Енді осы жердің қожасы болып отыр. Әлгінде жаңағыны ақыл әңгіме кезегінде айтып отырмыз. Сол маялар, әстектер неден жазды? Неден жазды? Қай қылығы Құдайға жақпай қалды? Мен ойлаймын, олар бүкіл күш жігерін сол тайпалар ортасындағы соғысқа арнап, бір тайпаны қынадай қырды. Ата-бабасының аруағына мыңдап, 10 мыңдап, 100 мыңдап құлдарды, жаңа тұтқынға түскен тұтқындарды құрбандыққа шалды. Бірмен бір бәсекелес болды. Ойбай бәленше тайпаның көсемі соның жылдық нәзірінде, енді нәзір деп қояқшы, жылдығында оған бәленбай 10 мың құлды баласы құрбандыққа шапты. Түген мың құлды сатып алып, түген мың тұтқынды қолына алып сөйтіп жаңағы салыпты деп. Қазақтың байлары да қазақ жерін орыстар жаулап жатқанда, мынау күні кеше осы Қазан төңкерісінің алды артында қазақтың байлары екі жаңағы желдіртпе сұмырай жаңағы шағыстырғыш. Осы сен байсың ба, анау бай ма? Екеу жатып кеп мақтанады. Менің ана таудың беті тұтас жылқым санын білмеймін. Мынау мақтанады. Менің қойшымның өзінде жекеменшік қой бәленбай 100 мың деп. Білмейміз енді. Мен Мәскеуге барғанда ана бәлен қонақ үйді сатып алғам. Мен Петербордың бәленіне түгенбай миллион жаңағы рубль, миллион сомға бәленді сыйға тартқам. Әйткенде біткен. Мен қажыға түген жаңағы абызды жібергенде мен мұнша мақша сыйға тартқам. Сонымен екеу мақтанады қой. Сосын ана бір сұмырай қу шығады. Осы екеуің екі шауғым суа келді міне. Соны мына орыстың ақшасымен жағыңдашы, сонда қайсыңның мына шауғымың тез қайнаса, соның бай боласың дейді. Енді осыдан өткен бәсеке бола ма? Бұл шын өмірде шын болған оқиға. Сөйтіп екі бай қалтасындағы, сөмкесіндегі, сандығындағы, анау қасындағы ат шабарындағы бүкіл ақшаны әкеп, от қып жағып, жаңа шауғымды қайнатып, содан біреу жеңіліп, біреу жеңеді. Біздің де күніміз сол болды. Мынау шығыстағы, қазір Қытай жаулап алған жердегі қазақтардың да жаңа бәленбайдың асы, түгенбайдың асы дейтін астар бар. Мынау алаш арыстарының соңғы тұяқтары жазып кеткен деректерде де бәленнің асы, түгеннің асы деген астарда сол бәленбай жылқы сойылды, сол жылқыны бауыздағанда аққан қанына мынандай бопты деген аңыздарды жазды. Біздің қазақтың бейшара өнерде сол ас беру, байлық таласу, ат шығару, соны керемет көру болды. Ал шынында, ал еуропалықтар атты қалай шығарды? Олар өнерпаздарды. Міне мынау сияқты тастарды қопарды.
одан жаңағы қорытты. Темірді ұнша иледі. Ал темірді ұнша илегенде қазақтың өнері жаңағы тыңқылдатып, «О!» деп аңыраған ақынды өнер көрдік. Сол ақынды шақырып, ол мақтап, пәленше бай деп өлең шығарып, жыр шығарса, сол қазаққа ең керемет адам болды. Ал сол кезде еуропалықтар өнершіл табыскерлерді шақырып, соларменен мақтанды. Қайғалы қозды? Мақтан құмарғалы қозды ма, жоқ білімге құмарғалы қозды ма? Құдай жаратқан жердің табиғатын зерттеп, соның қойнауында жаратушы жасырып кеткен байлықтарды ашушылар озды ма? Жоқ, жаратушы берген несібені мақтан көріп, өзгеден сол мақтанышпен асам деген мақтаншақтар озды ма? Мен енді индиандарды кінәламаймын, бірақ олардың ішінде мына Хопи деген бір тайпасы болған дейді. Сол Хопилер қиямет туралы, ақыр заман туралы оларда бір үлкен болжал болды. Олар айтыпты, ақыр заман болғанда адамдар екі түрлі келеді депті. Бірінші келуі айқыш ағаш ұстаған адамдар келеді, олар теңізбен келеді, беттері жаңағы ауру адам сияқты әппақ болады. Себебі олар ол кезде ақ адамды көрмеген ғой енді. Ақ адамды көрмеген. Сондай әппақ болады, қан сөлсіз болады деген. Енді солар сонды сөйтіп суреттеді ғой. Енді мынау қызыл терілі адамдар үшін алғанда жаңағы еуропалықтар сол қан сөлсіз ауру адам сияқты болып келеді ғой. Қолдарында қалың кітабы болады, айқыш ағаш дегені крест. Ал ол кезде ақыр заманның басы басталады, бірақ наға ақыр заман болмайды. Екінші бір заман болады, ол кезде олар көктен келеді. Сол көктен келгенде жаңағы осы өркениетіміз аяқтайды. Сосын қайтадан тыңнан бір өркениет басталады деп болжаған екен дейді. Жарайды. Бірақ сол Хопилер айтты дейік, айтпады дейік. Шын болды дейік, шын болмады дейік. Maybe you could go back this side. I'm just talking about this, yeah. That will be better, yeah. Мен айтайын дегенім, солар неге, кімге жақпай қалды? Жаратушыға жақпады, қалай болмасын жақпай қалды. Неғылығымен жақпады. Жаңағы ата-бабасына 100 мыңдап құлды құрбандыққа шалғаннан, соғыс тұтқындарын құрбандыққа шалғаннан жақпай қалды. Не болса да қысқасы. Ал оның қасында ол ата-бабасына өйтіп нәзір беріп, бәленбай тұтқынды, бәленбай соғ ана тайпаны жаулап алып 10 мыңның басын жауып ата-бабасына, ана 10 мың басы жабылған құлды жіберсе, ата-бабасы ана дүниеде сол 10 мыңның иесі болады екенбіз. Енді осыдан өткен надандық бар. Ал сол халықтар сөйтіп, бүкіл жігерін соған бәсекелестікке, адам өлтіруге жұмсап жатқанда, мына бір халық дүниені жаулады. Басыңды тауға ұр, тасқа ұр. Мына дүниені бізге сынаққа жіберді. Кім күшті сол алады. Қазірде қазақтарды қарап отырсаң, біздің байларымыз осы бір ілімге, білімге шетелден бір зауыт әкеп, шетелден бір жаңағы зеңбірек жасайтын зауыт әкепті деген қазақты естідік па? Жоқ. Хандарымыз болды, сұратты, байлық жіберді, Мәскеуге жіберді, Қызылбасқа елші жіберді. Мынау түріктің патшаларына, сұлтандарына хат жіберді, сөйтіп алдырамыз деді, бірақ нет алмады. Ал орыстың патшасы, ол шпион жіберіп, бүкіл немістің өнерін ұрлады. Құдандалы болып жүріп, бүкіл немістің қару өнерін ұрлады. Жапонша. Жапон тіпті кемеге отыруға ақшасы жоқ. Соның бәрі мемлекеттен жылу жинап, бәленбай, сол заманда бәленбай түмен Жапонды Еуропаға жіберді, сол Еуропаның өнерін үйреніп, Жапониядағы ең үлкен реформаны бастады. Ал біз не істедік? Яғни біреу асып, біреу тасып, біреу кәдімгідей күшейіп кетіп бара жатқанда, соның асқан жерін, тасқан жерін үйрену, соған ұқсауға тырысу, соны қалай болмасын, қандай тәсілмен болмасын, соның ілімін меңгеру, ол өнер. Қазірде қазақтар алыс емес, анау өткен заманды айтпайық. Мысалы, қазақ заманын алып келіп, қазақтың өзінің малының жүннен, Англиядан анау 14-15 ғасырда жүн үйретін фабрикаларды қазақтар алып келсе не болар еді? Оларда сомдық техника емес, жай ағаш ұршықтар еді, бірақ өнімділігі жоғары еді. Әкелген жоқпыз. Олар мынау темірді қорытып, одан бір түтік жасап, ол түтіктің ішіне жарылатын затты салып, ол жарылатын затты атып көріп, оған темір қосып, оған үшкір темір қосып, зеңбірек жасағанды алып келсе, ол басқа болар еді. Одан ол
түтікті кішірейте мылтық жасады, шитіміз. Оны кішірейте пистолет, наган жасады. Жан құрал жасады, қазақтар жан құрал дейді. Ал енді соның бәрінде сөйтіп отырып, сол темір қаруының мықтылығы менен дүниені жаулады. Қазақ айтатын от қаруының мықтылығы. Қазірде қарудың заманы. Мынау күні кеше азуын айға білеген Орыс империясын, мынау Орыстан 14 мәрте жеңілген түрік байрақтарымен тасталқан қылып отыр. Бірақ түрікте байрақтар болғанмен атом жоқ. Атом қаруы жоқ. Содан Орыспен тепе-тең сөйлесе алмай отыр. Ал мына Америка мен Еуропа бүкіл анау спутник технологиясы, IT технологиясы, жасанды ақыл парасат технологиясы анау мынаумен әлемді ашса алақанда жұмса жұдырығын ұстап отыр. Біз не қылып отырмыз? Бізде Қазақстанда салынған завод бар ма? Жоқ. Бізде ең көп салынған не? Бүкіл аудандарында, облыстық қалаларда не? Бізде тойхана. Тоймен ұшпаққа жетеміз ба? Мақтанмен ұшпаққа жетеміз ба? Тоймен, мақтанмен ұшпаққа жетсек, қазақтан артық болады. Деп аңырағаннан ұшпаққа жетсек, бізден артық аңырайтын халық жоқ шығар жер бетінде. Ал аңырап, ең соңында аңырап, еңіреп қалдық міне. Аңырағанның басы аяғы еңіреуге жалғасты. Сондықтан мына аңырақты тоқтату керек. Мына аңырақтарды, Құдай көргенді тоқтату керек. 10 ағайынды болсаң, оның бірігіп, біреуіңнің бір еті тірі, есі дұрыс балаңды, соны Америкада оқыт, Еуропада оқыт. 10 ағайынды бірігіп, жыртық дамбал киіп, жыртық байпақ киіп, тойға бармай, ақшаңды шашпай, сол оныңның ішіндегі бір есі дұрысында қалған іні қарындасыңды немерелес аға әпкеңді тартасың деген біреуіңді оқыт. Сол адам болып, соларды тартсын. Міне, тоймен жарыспа, біліммен жарыс. Біздің әулеттен мына бір шалдың міне 50 немересі бармыз. Сол әулеттен мына бәленшені бәріміз бірігіп, соның бүкіл жолын, бүкіл оқуын төлеп Америкада оқыттық деп мақтан. Мына кезінде қазақ сол ел фабрика жасап, жүннен киім тігіп, тауар өндіргенде артта қалдық. Ел қала салғанда артта қалдық. Ел темір қорытып жатқанда артта қалдық. Ел зеңбірек жасағанда артта қалдық. Ел енді темір түтік жігішкерді мылтық жасағанда артта қалдық. Ел аспанға ғарыш құшқанда артта қалдық. Енді мына заманда біз тағы мәңгі бақи артта қаламыз ба? Анау сақтың, ғұнның, көктүріктің, үйсінің заманын аңсамайық. Ол қаракүштің заманы кетті. Енді ілімнің, білімнің заманы болды. Қазір ілімде, білімде, күште, қайратта, барлықта, байлықта, экономикада, финанста, медицинада, ғарышта, соғыс өнерде, ақпаратта, бәрде ағылшын тілінде. Не Америкадан оқы, не Англиядан оқы. Тегін болса да орыстың оқуын оқыма. Орыс оқуын оққан қазақ озбайды. Орыс оқуын оққан қазақ тозады. Орыс оқудан қазаққа жақсылық келмейді. Бізді бастайтын тек Еуропа мен Америка. Бізді жарыққа, жақсылыққа жеткізетін тек Еуропа мен Америка. Балаңды әнге, күйге берме. Ат басындай алтын берсе де берме. Балаңды дінге де берме. Анау секта, мектасы бар, басқасы бар. Сондай жаңа дін оқытқанды да қой. Мына Пакистан, Ауғанстан, Тәжікстан болып, Стан болып отырып, сорлап отыратын жайымыз жоқ. Ілімге, білімге бер, жаратушы жүректе бол. Құлшылықтың 5 парызын біліп, тиісті құлшылығын жасаса болды. Сол мына қалың арабыңнан, бүкіл мұсылман еліңнен бір есі дұрыс, демократиялы, еркін, тәуелсіз, жаңағы қуатты, дамыған, өскен, өркендеген, өнеркәсібі дамыған, шаруашылық дамыған бір мықты ел шыққан жоқ. Сондықтан мына екі дүниені екі қолыңда тең ұстаңдар, бұл дүниеде, о дүниеде, бұл дүниені тәркі қылмаңдар деген ұстанымды ұстап, мына о дүниені аңсап кеткен мына фанатизмнен, радикализмнен арылып, мына жыртықдан бал жыртпық, байпақ дейсеңде, бір әулеттің бәленбай ұрпағы бірігіп, бір балаңды Еуропадан, Америкадан оқы. Менің айтатын сөзім осы. Яғни жаңағы сұмырай халықтар, жаңа надан халықтар, мақтаншақ, бөспе халықтар, сол мақтанам деп, бөсем деп жүріп, Құдайдың қарғысына қалды. Бұл жердің иелері, сол Құдай берген осыншама табиғаттан айырылып, енді сонан 20 000 километрдің ар жағындағы атасы басқа, беті әппақ, көзі көкшіл бір қауым келді, мына жердің иесі болып қызығын көріп отыр. Қазақта солай. Қазақ асқанда, тасқанда, Құдайдың ақиқатынан қашқанда, адасқанда, алжасқанда, жаңағы мақтан көйлікпенен жаңағы
аңырақайлықпен айналысқан да, сөйтіп дүниеде өзінен басқа жұрт жоқтай болып, мастанғанда, қарынның тойғанына мақтанып, сол бірмен бірі тойшыл, мойшыл болып, бәсекешіл болып жүріп, қазақта міне құлдықта 2 ғасыр жатты. Енді соны қою керек қазақ. Түбірінен өзгеру керек. Тойға жоламайық та қой сол. Мына Америкада мен бір тойды көрдім, бір кішкентай көлдің бойында. 15-20 адам қатысқан той болды. Поп келді екеуін. Сүйесің бе деді, сүйем деді, тиесің бе деді, тием деді. Ауырса да, ақ болса да, көк болса да, қасында боласың ба деді. Окей деді, сүйсіңдер деді, бас салып сүйісті болды. Ху деді. Сон жемістерін, шырындарын ішті жаңағы. Бәрі бір жолда қолданатын пластик ыдыстар соған анау мына торт мортын жеді де 1 сағатқа жетпей тарасты. Сол 15-20 адамды ғана шақырып той жасаған сол америкалықтар бар ғой. Солар ойбай деп ел мазақ қып жатқан жоқ. 200-500 мың қазақты шақырып той жасап, қазақ сен аш жүрсің ба? Осы біздің бар ғой, мына жеген ішкенге бүкіл ақшаны жұмсайтынымыз, мына аштық өтіп кеткен. Жаман жегенін айтады, жақсы көргенін айтады дейді. Сол ақшаны, сол шығындалған, сол дарақыл дырқылықты тоқтатып, сол ұрпақты мына ілім білім алуға, ұлтқа жұмыс істеуге қарай ойысыңдар. Ана байлар, ана өзің туыс туғаның жақының болса мейл, жақының болмаса руласың болсын, руласың болмаса жерлесің болсын, ана бір баланы қолдарыңа алып, мынау адам болады ау дегенін Еуропа, Америкадан мықты мамандықтар оқытыңдар. Медицина оқытыңдар. Қазақ қынадай қырылып жатыр, мына өңкөй Сәбеттің мына парақор жаңағы диплом сатып алған сұмырайлардың кесірінен қынадай қырылып жатыр. Техника оқытыңдар, IT оқытыңдар. Мынау жай компьютердің ана кнопкасы, мына кнопкасын шұқығанды білетін IT маман айына 15 мың, 20 мың доллар алып жатыр Америкада. Міне, сон істеңдер қазақтар. Жақсы өмір сүріңдер. Сосын жаңағы дұрыстап отырып осындай бір жүйе жасаңдар. Басқа айтарым жоқ, мына өскен, өркендеген елдің бәрі сол. Корея қай қылығымен Корея, мына ештеңкесі жоқ, дамымаған, әбден артта қалған елден көтерілді. Еуропа, Америкадан ілім білім іздеп, жастарын жаппай жіберіп, жаңа ыңыршағы шығып, сіңірі шыққан кедей болып отырып, Еуропа, Америкадан ілім білім алды. Содан Корея көтерілді. Жапонияда сөйтті. Сол қалың елім қазағым, аман болыңдар айналайындарым. Басқа не айтам? Жақсы көргесін, сүйгесін айтам. Ашынғаннан ащы даусым шығады. Артық айтсам, кешіріңіздер. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.